Тукай әсәріндегі бірінші тамаша орны цирк болса, екіншісі байнап тұрған пішен базары. Анда нәрсегіне, кімгіне yok. Бұл терішілер, итшілер, шәрмшілер, майшылар, кибітшілер білән тұлған. Құртиясы кібір күжілеп тұрған базарының түп вазифасы сәуді ету, сату, алу, алдалау, әм қолдану. Кинеткені бұлайда тамашаны хәтірлеткен базарға ғадеттен түш вақиға арғалып келіп кірі. Бүтін халық бәріліп, сұғылып, психоз халетіне беріліп, нәрсе болғанын аңламыша қазанның пішен базары ғайбет ясы яғыны шабарға тұтыра. Бұл көфер пішмағы, атауылны, ана қызны бәлі тұрған үшінші тамаша орны әлләйінді соғышны, әлләйінді янғынны хәтірлеті. Сатирик поэманың оңай геройы, авторда әлі екіншісі күлу ғумен алғанда, халық күтуіне иеріп, базар янындағы Мәскәуский орамға бәрілі соғыла чаба башлай. Хәм бикті қорқыныш көрінішке, юқ аяғы гәудесі хәм қолы кесілген башқа топ бола. Бұл фажиғалы ғаламәтіне көріп, пішен базары халқығына туғы. Базардағы bütün әйбірлерге жаныңа, кәләпүшлер, оял астында ятқан тирелер, ұн қапшықлары, қышқыры диларға тұтына, қорқу хислерін суретлеу ярдәмінде тамаша көрсету, психологияқтан да тағында тиренейтілі. Шулай етірі сәр тұқынасына бұрынғы греклар яратқан гилазаизм көрініші келіп кірі. Нихаят базардағы керімкі психология халеттен соң поэманың түп қаһарманы кесік баш елған халықтық мүзе білән таныштыра. Базардағы мұсылмандарға зарлар білән тұлыш уақытта өз-өзінен күлген атақлы монологларын сөйлей. Шикаятлер, зарлар әйтіп яшәйішке, язмышқа соқырану һәм орта ғасыр һәм яңа заман шәріқ әдәбиятларында кең қолланылған әдәби алым. Менә бұл шырақта ол үш алымға бірәжағат еді. Саннар ярдәмінде кесік баш образының нешік фаш етілуі һәм шул вақытта қасидар жанрында. Қасида бұл матты, онда кесік баш көзін фаш еді. Һәм жетмәсә әне зарлар алымы. Бұл Түркия әдәбиятларында, шәріқ әдәбиятларында бұл алым білән изген, басқан. Шираттағы шаян юмор элементлары білән тасвирланған күлкілі тамаша Қарахмәтнің ант етіп кесік башының хатының қолын құтқарыға вағда беріп, трамвайға отырып, Мәскәуский урам бойлап, Қабан көлі түбіндегі патшалықта яшәуші дейінге қаршы соғышқа кетуі, бүтін пішен базар әхлінің арыдыға қылып ұзатып қалуы, бар шәтлерінің, кәкір құйрықларының хаулап, үріп аны тантаналы ұзатулары, бала чағаларының, шоқ малайларының трамвай артынан таш ырғытып қалулары, поэманың 4-5, 6 бөліклерінде автор әлі Қабан көлі бойындағы Қасимия мәдрәсәсі шәкіртлері турында лирик шиыныш беріп, көл түбіндегі тирен құйып, аша 6000 қылашлы бау білән ол тәулік дәуамында су һәм жер астынан дию патшалығына түшуінің қорқынышлығын тасвирлап, бір ай бойына Қарахмәттен хәбәр күтіп болған пішен базары хақында сөйлеп, оқушыны бір қадар ял еттіріп алады, нешенші мәртебе хайран қалырлық тамаша көрсете башлайды. Тамашалардың тамашасы әсәрінің кульминациясын тәшкил еткен 7-ші бөлікте Қарахмәттің дейіні Қабан көлі түбіндегі патшалықтан сағатлар бойы азапланып, пішен базарына сүйреп алып қайту көрініші. Қиямет күні рәушіндегі өдәленген бұл тамаша құтыш-құш көрініш етіп тасвирлана. Көкірей жел тітірей һәм ярла, жер езін қараңғылық баса, құяш юққа шыға, қорқынышлы тауышлар естілі, арысланлар ақыра, ишәкләр бақыра, таш биналар, хан мәшіті, Сейлбикә манарасы ауғандай тыйла. Гилазаисларча үтәлі жанландырып сүрәтләнгән, жер езінде һәм ғалам кеңліклерінде барған бұл ұлық жаза күні Құр'андагыша үзәк мотивқа айланып, қайшандыр қылған гүнахлар үшін Қазан ханлығына Аллахы Тағала жиберген қырғышлар, афәтләр кебек қабыл етіле башлайды. Поэманың соңғы 8-ші бөлігі шын мағынасында бақытты шешіліш білән тамамланған тантаналы тамаша, цирк, театр сәхнәсіндегі бірге жиылған қаһармандар шатлықлы һәм ғибрәтлі мезгілләр кешірелер. Менә трамвайға тағылып, арқан білән сүйреліп
сөйретіп келгенде қазалыларға дәхшәтлі мәхшәр күні ұйыштырған, қондыға батқан фәслі диюіні ертіп, пішен базарына Батыр Қарахмет қайтып түші. Дини хислер білен рухланған мұсылмандар жеңу яулап қайтқан пәхлуәні хоштан яздырырлық экстазға кіріп сәлемлей, алқышлай башлай. Жімлі бірден әссәләм, дәссәләм, һәм Қарахмет вағалейкім әссәләм. Әр мұсылман дәрт білен көкке аша, бір кесік баш, бір Қарахметні құша. Қаһарманның іш ғамәлләріне аксиологик бәя бергенде Тоқай реминсенция аллюзияләргә дә мөрәҗәгать итә. Қарахмәтнең арыслан сыман башын күтәреп, ғарур қияфәт белән вагоннан төшүен тасвирлап, ихтиярсыз иске кисек баштагы Тәңренең арысланını Хәзрәте Гали батырлыкларын искә төшергәндәй була. Мөхәммәд пәйгамбәрнең кияү инде. Аллюзияләр ярдәмендә ут булып яңа бистә ягына Үшіп юқ болған фәс киген диюнің де прототипі, өзінің автономиясы, мәхкәмәсі, ғибадат йорты болған, Қайнан Уайысов екенлігі шапты ашық шәйләне. Иптәшләр, мен бұлар барсана характеристик берем, бұл образларға яңаша бәя берем. Чөнки Қайнан Уайысов образына да, башқаларға да инде искече әлі тоқайша да беру келішіп, қазір инде ол да туры келіп бітмей, мындай тоқайға қарата да тәнқиди қарашылар әйтілі, һәм олар турында мен сөйләп тұрмын. Біздің реформаторлық харакеті, милли, дини киімләргә түрілген азатлық харакеті вәкилләре турында икенче түрлерәк біз ойлағанды, сіз шәйли тұрғансыз барыңызда. Дию тарафынан ғарипләндірілген сәудәгәр кисек башны яңадан аяқ қоллы, гәүдәле яшь егет халәтенә кайтаруда камчылы ишан қарамәтінен, яғни мұсылман әдәбиятларының һәр эш юнәлешендә дини, суфичылык, дөньяви, бик популяр булган мөгъҗиза күрсәтү алымынан файдаланалар. Дин yolunda күп газап күргән, армый талмыйга хезмәт иткән курку белмәс Қарахмәткә Пішән базар халкы исеменнән шаян да шул вакытта нәфис ирония белән үрелгән, көлкеле деталь вазифасын үтәгән, чылбыры булмаган алтын сәгать бүләк ителә. Тантаналы тамашаның азабында автор Пішән базары яхуд яңа кисек баш поэмасын иҗат иткәндә үзенә һәр даим илһам биргән гаруз гыйлеменә ихтирамын белдереп, аның рәмәл вәзенендә язуына искәрмә ясый һәм дә әсәрнең сөенечле хәппи белән тамамлануына басым ясап, кигә салынган түбәндәге шигъри аккордны бирә. Фагыйләтен, фагыйләтен, фагыйләт. Пішән базары халқы күңеле шат дип, шул гармон уйнап авылдан үтәсе килде. Камчылы ишаны да чыннан да реаль, ул шәхес минем бабайымны терелткән ул камчылы ишан. Шуңа күрә буларның ул Мөхәммәд пәйгамбәр образын алыштыра бирде бу Тукайда. Үземнең теге бераз гына белгән әйберләремне дә сезгә җиткерәсем килгәнгә күрә әйттем. Нәтиҗә ясап, тамашалар турында шуны әйтергә мөмкин. Габдулла Тукай Қарахмәт образы катнашында 20-нче гасыр башы татар тормышын укучыга шаулап, гөрләп торган цирк, ат кәбите, кайнап торган базар, шаушулы халык җыены, кытышкыч ахыр заман, азапта Пішән базары халкының тантаналы җиңү бәйрәме рәвешендә гәүдәләнгән олы һәм кеше тамашалар күрсәтә. Һәм борынгы грек шагыйре Гомерның Илиада поэмасындагыча Олимп аллаларының тыйла алмыйча шаркылдатып күлдергән кебек, татар шагыйре Тукай да үз укучысын эшләрен тота, тәгәрәтә, Гомерик күлү белән хахылдатып, күз яшьләрен чыгартып, рәхәтләнеп күлдертә, рухи сафландыра. Театрсыз кишертә. Поэмада татар халкының җыен һәм сабан туйларында иң күңелле һәм көлкеле тамашалары, грекларның сардоник һәм гомерик көлүләре, русларның сарказмлы ирониясы, гарәп фарсы төркиләренең һиҗа һөҗүләре белән бергә килеп очраша. Әсәрдәге көлү эстетикасы үзенең күп кырлы универсализмы белән укучыда соклану хисләрен уята. Шушы поэма бастап чыккач та, тыңлагач та, әдәбият сөючеләр клубында Фатиха Мирхан Тукайны татар галәменең бөек юмористы дип атый, ягъни ул бөек сатирика дигән сүз. Менә бу әсәрне ул шулай Европа рус әдәбиятлары эстетикасы күзлегеннән караганда
юморист деген фикір белән без билгеле Фатих Әмирханның килешәбез, дөрес фикер дибез. Әмма әсәрне төрле капламнар күзлегеннән анализлагач та, аның Назира белән булу бер рәттән гарәпләрнең Өммәвиләр, Габбасилар чорындагы шәһәр мәдәнияте шартларында иҗат ителгән һөҗүи касидәләр белән бик тә охшаш икәнлегенә икләнми ышанабыз. Чаршамның азагында Тукайның Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш поэмасына никадәр анда иярүләр язылганлыгы турында сөйлим. 61 елга кадәр иярүләр язылалар, шуннан соң кистеләр. Менә күптән түгел быел гына, әле хәзер генә миңа бер китап китереп бирделәр, китапчык Гөлназ Вәлиеваның Чечен базары, яңадан яңа Кисекбаш исемле поэмасы дөнья күргән. Башка иптәшләр бәлки белә торганнардыр. Сезгә тыңлап торган өчен Тукайның менә шушы фантастика белән, реаль тормыш белән үрелгән менә шушы поэмасын тамашалар ясау ничек ни рәвешле сәнгатьчә гәүдәләнә, сезгә шуны җиткерергә тырыштым. Бу чыннан да бик әсәр. Мондый көлү бары тик киләчәктә дә ул булыр. Алга бара торган халыкта гына, яңарышка бара торган халыкта гына була ала. Без шуның өчен тырышырбыз, тырмашырбыз, тешләшербез дип уйлыйм.